Turdo'da siz bol biz bol boz to'yning shashqo ko'taraylik, yaxshimi? Bugungi to'y sizga bizga amonat, bugungi Gulbar amonamizning quvonishini bendin sen siz bol biz bol keltiraylik. Al endi hozir biz 10 yillik qudalarimiz kelgan кезде qarab qolmaymiz, yaxshimi? Bir narsaga jarab siz bol biz bol hozir qudag'iylarda biledik. O'rtaga kelib, tomosha ko'ngil ko'tarib, tanishib, tavsib bilib o'tiraylik. Al bizning 10 yillik qudalarımızın qarasi ko'rinib жатыр. Apalarımız hozir shashatni shokolad dayndab, qolganini so'g'atni shapaloq dayndab, mahabat dayndab, marhamat dayndab turiblar. Qudalarimiz keladi ағайын. 10 yillikqa qadam bosib. Екі кісі келген ме демейсіз? Құдалар қарап тұрсақ, жүздері жылы, өздері салмақты, бұндай бір салмақты кіріп келесіздер ғой. Қандай керемет. Кейбір құдалар болады, жақтан секіріп билеп, сәлтен алып келіп жататындарды көріп отырмыз. Одан қарап салмақты келіп отыр. Мынау келгенше той иесі ұялады, келгеннен қонақ қысылады дейді. Сондықтан бүгін енді құдалар әрине мынау дәл қазір бөтен елге, бөтен жерге қадам басып келіп жатсыздар. Алла қаласа осы тойдан кейін осы әулетпен Құдай емес, туған туысқан болып шығуға Алла нәсіп етсін деп жатырмыз. Ал енді әрине бұл кісілер өздері секең кіріп билеп келмейді ғой, дұрыс па? Сондықтан енді той болғаннан кейін сіздер қуанышқа келіп жатсыздар. Той болғаннан кейін ән болмайса ән болмайды, би болмайды, мән болмайды дейді. Сондықтан мынау жастарымыз егеше құдаларды бір ортаға шақырып билеп тастайық, жақсы ма, бытышты ма? Ендеше мынау пайғамбарды күйеу баласын сыйлаған дейді. Сондықтан мынау күйеу балаға құрмет көрсетіп, бір ұлдап-шулдап бауыржан күйеу баланы қарсы алыңыздар ағайын. Бауыржанның бастығы жүрген жоқ қой, қалай үйленді? Жоқ қой, жас болды, әлі іздеп Бауыржан. Бауыржан бар ма? Кім таниды Бауыржан? Күйеу бала тоғыстырып жатыр ғой. Сағат неше болды өзі? 5 болды өзі? Ой, жандық. Неше шақырдың? 3-те? Бар ма? Столдың артынан көрмей тұрып ма? Қайсы Бауыржан болды? Көрдіңіздер ма, күйеу балаңыз көрдіңіз бе, қандай тәрбиелі? Бер қарай рұқсат алмай өтпей тұр. Рұқсат берейік, апа, бер қарай шақырайық, жақында көріп. Қойдың ұстайдыңыз. Енді қазір қызымыз шақырмас бұрын мынау қалтақтару деген рәсім болады, естіп білдіңіз бе? Сондықтан костюм жемесін ашып қойыңыз. Сіз ашпай қойыңыз, қатысыңыз жоқ, былай тұрыңыз. Костюм жемесін ашып қойыңыз. Екеуін ашып қойыңыз. Болды, шешіп тұсап жүрмеңіз бірақ. Қазір мұнда балдыздарыңыз қалтақтары жақсы ма? Күйеу бала болған оңай емес қазір. Біраз той біткенше біраз сынақтарды өтесіз. Одан кейін ба бірақ қызды беріп жатыр. Жақсы? Сондықтан жаңа балдыздарды сақырмай сайдырады. Жезі қаша келеді. Осы кісілер біз емес, сізді осы кісілер тосып жүр ғой. Сондықтан қазір екі қолды көтеріп тұрасыз. Екі қолды көтеріңіз. Көтеріп тұрасыз. Балдыздар осы қалтаны ақтарасыз, жақсы ма? Бірдеме шығып бұйырып жатса енді сіздерге осындай той жұмысты болсын деп. Сотқа машина келді, бірдемен алып қойып жүрмейді, қалғанын бәрін алып қойды, жақсы ма? Ал қолыңызды алып қойды. Көк туы желбіреді. Қуаныштан адам жанын елжіретіп, бір ғасырды бір ғасырға жалғастырып, сезімді сезімге алмастырып, сезім сексен көл толқындай толқын туғандарыңызға әсел қызымыз келатыр. Қол соғып, қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Әсел қыздарыңыз. Шақырайын кең жайылған махаббат төрімізге деп жастарды бұнда махаббат дастарханында шашып қояйық салдарымызды. Сүйістіріп, ет сүйістіріп, халықтың көші, сондықтан осы ортаға тойхананың төрінімен, бас құдамен құдағиды алғызғым келіп отыр. Ортаға Қуат құдамызбен Жұмагүл құдағиды барып билетіп алып келетін бір жеңгелер болса, құрмет көрсетіп алып келейік. Бар ма? Келіңіз құдам, мен арегіз. Өй, жарым. Ата-ана бала үшін естемейміз. Ол кісі аяғын ауырғанда өзі ұмытып кетті. Бала үшін. Осы секілді билетіп аяқ қалып ма жатыр. Келіңіз, жүре алмай қалдыңыз ба? Айтып көп билеттеріңізді. Рахмет. Орындық берейікші бұл кісілерге. Бұл кісілерге рұқсат отырыңыздар. Енді Аллаға шүкір, біреулеріңіз күйеу балалы болып, біреулеріңіз келіп отырсыздар. Енді отырыңыздар асықпай осылай, жақсы ба? Міне балалар өсіп, жеңісімен жемісін өзбасында. Сіздер тұрып тұра беріңіздер. Allah'ın cadığından buna Baurzan Menası'nın ekevi Sonra kuramız hep Keşkenden değil biz
ата-анасынан екі жақтап қарсы болған жоқпыз. Мінекей қыздардың тойын жасап отырсын, бәрі құтты болсын. Балалар бақытты болып, осылардың қызын құттықтап, аман-есен жүруге Алладан нәсіп етсін бізге. Енді балалардың өмір жастары бақытты болып, балапандарымызға. Келешекте еліміздің іргелі отбасы болуға Алла Тағала нәсіп етсін сендерге. Қызымыздың отау тойына келіп отырған алсын жақыннан өтен адам келмейді тойға енді. Той дегенде құбасты оңайды дейді. Құда жат, ағайын туыс. Құдалығымыз мың жылдық, арамыздан Алла Тағала ауызбіршілік болып екі жақта да мейірмандық қылыңдар, бір ғұмыр екеу болып отыр. Бақыт тілеймін, әрқашанда осылай. Сен маңдайыма кірген жоқсың, мен қаланына кірген жоқсың, мен маңдайыма кірсін деп тұрмайтын әселім. Бүгінгі дейін жанында болатын әселім. Енді сіздерге табыстайын әселімді. Бақытты болып, өмір сүріп, Алла Тағала деп қуаныштан қуанышқа жете берейік. Екі жаққа тек қуанышымызды қызықтап жүре берейік. Аспанымыз ашық болсын, әрқашанда құлының бақытты болыңдар, қосылың. Енді сөйлемей қалдым, жүрегімді сөйлеп. Бақытты болыңдар, бар бақытты тілеймін сендерге. Мен жаңа кешірім сұрайын. Өйткені жаңа құдайша менен таң атты айттым ғой, туыстарым ғой деп. Бәрі осы әулеттен тараған, бәрі анау жалғыз отырған майданнан тараған, соның әкесінен. Бір үйдің жанұясындай болған. Жездеміздің айналасы әйелдері 10 үйдегі Молдабай ағатайым мен Құрият тәтенсіз қимылдап көрмеген. Ертеде бізді де іздетпеген Молдабай атам. Міне кешірім айдан. Мен жаңа білместігім оқпады кішкене. Мына жерде сені алғызып, бірінші саған беруім керек еді. Міне мына жерде келді, мана балаларға тілегіңді айтты. Мамай құрметті қожықол тойымыз құтты болсын. Құда дағи той құтты болсын. Енді әсел, бауыржан әсел кенеттің зор денсаулық, ашық-ашықтан бақыт болыңдар. Сен де тек дейтін бақыт, тек жақсылық болсын. Әр үйде осындай қызық той бар дейсің. Туған туысқандар, достар, қонақтар, адамдарымызға гүл бітсін. Бауыржан мен әсел, екі жастың ғұмыры 100 жылдық болсын. Құдалығымыз 10 жылдық болсын. Үлкендеріміз аман болсын. Бақытты отбасылар көбейе берсін. Қазақтың тойы бітпесін. Alo. Ay, ustam dedi. Korkut olsun dedi. Ne yaptı abi? Bak, olsun. Рахмет. Тілектер сауал болсын. Айлесіз. Осы енді көп мигрант болсын да маған көріп тұрсыз ба? Ал енді, мынау енді Аллаға шүкір Әселдің қос қанаты болған, қос ағасы бар. Сіздердің енді қос құдаларыңыз жақсы ма? Сондықтан енді ата келіңіз, ұзат болсын енді мынау құдаларыңызды бір төс түйістіріп қоямын. Оман қазақпыз ғой? Үлкен ағамыз, келіңіз, құдаңызды құшақтап төс түйістіріп қойыңыз. Топырласын, көрілеріңді бір топ
бақытты болыңдар, еліміздегі отбасы болуларына Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміз терме айтып жатыр, тамаша терме. Әселдің заты бойындамыз. Әселге сезім білдіріп жатыр, көрейік. Не айтайын дегеніз? Жаңа сөзді қайталайсың. 60-ға келген ұмытып қалды не айтатынын білмей қалды. Жаңа сөзді қайталайсың, басқа ештеңе жоқ. Әсел, мен сені өмір бойы деп айтамын. Әсел, бақытты болыңыз. Алла қаласа Әсел бақытты боламыз дейді. Тағы біреу салып жібер, оны жазып берейін. Бауыржан жетпіске келіп қалды. Қол жоқ қойыңыз. Башымыз кәді кішкентай екен, бір абырой болды. Жақсы, қайталайық жаңа сөзді. Әсел, жүрегіңіз жүргенше өмірің бақытты. Сүйген жүрек сөнбесін, жалындасын, сүйген жүрек өзгені сағынбасын, өмірде қосағы мен қосағарым алдарынан алла болып жарылқасын дейміз. Бүгінгі тойда билейді жасы да кәрісі де, билейді аға жеңге бәрісі де, екі жасты ортаға шақырайық. Бақтар, ойбай біз той көре алмай жатырмыз. Деп ренжіп жатыр, сондықтан былай қарайды. Тілек айтатындар, тілек айтпайтындар артына жайғасайық. Тілек айтатындар алдына тұрайық. Жаққаны өтіңіздер. Қазақстан жер екен ғой, қысып қалмаңыздар. Орын бар, жаққаны өтейік. Ал енді ағайын қалғанымыз сабыр сақтап, тілек тыңдайық. Бүгін енді барлығы, бүгін Алла қаласа тілек қабыл болады күндер өзім ниеттеніп отырмыз ба? Өйткені мынау дастарханда көріп тұрсыздар, ақ жоқ, шарақ жоқ, бірқандай қымызбен адал ақ дастархан болып отыр. Ондай жерде, арақ жоқ жерде періште жүреді дейді. Ал періште жүрген жерде иншалла тілек қабыл болады деп ниеттенеміз. Сондықтан бүгін айтылатын тілектер қабыл болсын дейді. Бастарыңыз аман болып, тойдан тойға ұласа берсін. Енді болды ма? Еще бар ма? Кім қысқа сөйлейді? Сол ұзақ жасасын. Ал қолықты жіберейік. Қадірменді қалайық, армысыздар. Ең бірінші мінекей қаншама той болады дегелі бір жақсы тілектер айтып жатыр. Сол тілектердің бәрі қабыл болсын. Жастар, бақытты болыңыздар. Барлық бағанағы тілектердің айтқандарына қосыламын мен де. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңыраққа тек ырыс береке келсін. Зор денсаулық тілеймін. Денсаулықтан басқа ешқандай зор нәрсе жоқ. Қалғандарды сатып алуға болады. Әсел, Бауыржан екеуі бақытты болыңдар. Мына Бауыржанды ғана танымай шығар, мына қайнағалардың бәрін танып отыр. Жанат қайынды, ата-енем үйінде болған, мына енесі жақсы адам. Сондай сол кісінің жолын берсін. Осы Жанат айтып жүрді, 9 боламыз деп. Сол кісі осындай үлкен семья болыңыздар. Ағам жаңа құдамыз да осындай момын бір сөйлемейтін жаңа шағидың сақтай ана айтып жүрді ғой. Кейін енесін топырағынан деп сол енен жаман адам емес, құдағыңыздың жолын берсе жаман болмайсыңдар. Бақытты болыңдар. Орта қалмайсыздар ма?
өздері түсіп отыр ғой. Жақсы. Гүлбарам апам түспесе сурет онша шықпай қалады, жаман болып қалады. Сразу айтайын. Әр суретте шамайынша Гүлбарам апам өзі болсын. Өзі суреттеріңіз әдемі болады, жақсы ма? Ал жастармен суретке түсем деушілер болса, қазір антракттың кезінде үзіліс 1 сағат уақыт береміз, сол кезде арнайы баннерге барып жастармен сол кезде антрактта суретке түсесіздер. Әзірге тілектен кейін осы Гүлбарам анамызбен суретке түсіп оқшады. Ал. Сосын бір салт бойынша құдамыз сыйлы екен. Некелеріміз. Құдамыз осындай сыйлы, жан-жақты, көрікті, осындай. жақсылап көріп алыңыздар, ұлда бар деген ас. Бұл енді тамаша ас. Қазір Қылышбайұлы апамыздың қолынан шыққан. Ұмытқан тағамдарды дәріптеп жүрген алдарыңызда қазына апайларымыз. Бір емес бірнеше ұлттық ұмытқан тағамдар татуларыңызға болады. Некелеріңіз. Болса бар деген ас. Жақсылап көріп алыңыздар. Бұл да тек құдаларға арналған асымыз. Сіздердің құрметтеріңіз. Өзі әнші, өзі аспазшы, осы тағамдардың болса Қазақстанның мойындатқан десең артық білесіз. Тағы қарнынан жасай бір күш табар ма еще? Жесеңіз басыңыз ұмытпайсыз дәйекті ғой. Қозыр қойыңды, құлалар көргенде осылай асылайтаған. Бүгін өзі осындай бір сүйісі сұралған, сүйісі таратылатын, балалар үшін бүгін осы сый-сияпат таратылатын ғой. Ал енді құдалар осы астың дәмінен ауыз тиіңіздер. Ұлта бар деп жатырмыз, тамаққа қандай күшті ұлта бар деп жатыр. Астық келіндіре беріп қойыңыздар. Енді мен бір тілек беріп қойын ордаға, әрине мынау жан-жарыңыз сыйлайтын бақытшының баланың ағашыңды сыйлай жүр. Ақшын алайын ортақ осында ағашы жүріп отыр. Бүгінгі осы әселдің осы кісілерді шақырайын, құрметтеп, қошеметтеп, ортаға жақсы жердің сұлулығы ағашынан, жақсы жердің туыстығы ағашынан жүрді. Ағашылар Гүлбан апамыз, Нұржамал, Жанат, Ақмарал, Ербол, Гүлжан, Болат, Маржан, Дархан, Арман, Альбина, Асел және Асылым деп шақырып қояды. Ағаштар қайда? Енді барлық осы үлкен кісілерге дәлелді жақсылық тілеймін, амандық тілеймін, асырын ашық болып, жастарымызға үйлестен заман болып, тек қуаныш болсын дейік, бастарына амандық болсын. Сол енді бақыт тілеймін екеуіне, бауыржан екеуіне. Яғни өзі жаңадан зерттеп айтатын болсақ, осы күте ұмытпақ. Havada şakası